Күліне сәлем, мен Магометов Ерасылмын, 10-шы F сыныбының оқушысымын. Бүгін мен сіздерге адамзат тарихында ең терең және күрделі ойым сұрақпен бөліскім келеді. Сол туралы талдау жасаймын. Сол туралы көп статистикамен, мәліметпен бөліскім келеді және қорытындыны айтқым келеді. Негізі мен басты сұрағым: махаббат жаза ма, бақыт па? Махаббат деген Джессант айтқандай бір-біріне сыйлайтын бақыт, бірақ әрқашан ол махаббат бақыт сыйлайтын сезім ба? Біріншіден, махаббатты бақыт ретінде анықтауға болады. Себебі екі адам бір-біріне сезімді сезген кезде олар бақытты болып өмір сүреді. Мысалы, Қош махаббат драмасында секілді, Айбар мен Айша бір үйленіп, өмір бойы бақытты болып өмір сүрді. Және де Гарвард 2021 жылы мәлімет зерттеу бойынша адамның бақыт деңгейіне ең әсер ететін фактор ол жақын қарым-қатынас. Оның қатарында ең басты махаббат. Сонымен қатар махаббат өмір сүретін жылдарын 7 немесе 8 жылға көбейтеді деген мәлімет бар. Ғалымдар анықтаған. Бірақ екінші фактор да бар. 38% жасөспірімдер махаббат біткен үшін, махаббат бір жақты болған үшін депрессияға ұшырайды. Сондай-ақ әрдайым жартысы депрессияға ұшырап, махаббаттан жаза алып, ешқалай өмір бойы жаза алады. Сол махаббат бақытта жаза да болуы мүмкін. Екіншіден, махаббат бақыт болуы мүмкін, себебі сіз өмір бойы бір-бірінің көңіл күйін көтересіз. Себебі сіз жақсы көретін адамды көргеннен соң сіз қуанасыз, сіз оны жақсы көресіз. Сіздің оның түрі сізге қатты ұнайды. Сіздің көңіл күйіңіз көтереді. Сондай-ақ сіз бір-бірін көрген кезде, бір-бірімен сөйлескен кезде сіз тек қана қуанышты аласыз. Бірақ өкінішке орай махаббат әрдайым екі жақты бола алмайды. Махаббат бір жақты да бола алады. Бір жақты махаббат саған бүкіл өмір бойы немесе көп уақыт бойы әмір ретінде бола алады. Саған жаза ретінде бола алады. Мысалы, Қош махаббат драмасында секілді, Асан Бануды жақсы көрді, бірақ Бану оны жақсы көрмей, Бағдатқа шынайы махаббатты сезген. Бірақ өкінішке орай қоршаған орта әсерінен Бану Асанды таңдады. Сол үшін бүкіл өмір бойы ешқандай Асаннан бақыт алмай, тек қана өкінішке ұшыраған. Сол үшін махаббат жаман әсерді тигізуі мүмкін сіздің қалыптасуына, сіздің көңіл күйіңізге. Қорытындылай келе, махаббат бақытта келуі мүмкін де, бірақ жаза болуы мүмкін де. Сіз өз ойын сіз махаббат туралы қатты ойламай, сізге қатты қиял бермей, махаббат туралы өте тікелей ойлаңыз. Себебі сіз өзіне қиял етсеңіз, сізге сосын жаза ретінде махаббат болады. Бірақ қиял етпесеңіз, сіз өзін жақсы сезсеңіз,
махаббат сізге бақыт болады.